Баршаңызға сәлем қымбатты достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен кеседе осындай өте әдемі әрі дәмді жұп-жұмсақ кекстер пісіретін боламыз. Егер сізде кекс пісіретін форма болмаса, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ең бірінші айранымызды жылытып алып, оның үстіне 1,5 қасық қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осындай әдемі реакция жүреді, көпірші керемет болып көпіреді. Кез келген айран жарай береді. Енді осыны бір шетке қойып қоямыз. Басқа таза жаңа ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып салып, үстінен 1 стакан, яғни 200 грамм қантымызды саламыз. Барлығын жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Егер де сіз миксермен араластырғыңыз келсе, олмен де араластырып беруге болады. Міндетті түрде 3-4 минут асықпай араластырыңыздар, осындай ақ көпіршік пайда болғанға дейін. Енді жаңағы айранымызды жұмыртқалы массамыздың үстіне салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Сонан соң 280-300 граммның көлемінде ұнымызды електен өткізіп саламыз, 3-4 бөлікке бөліп саламыз, және де венчиктің көмегімен араластырамыз біркелкі түйіршіксіз масса болғанға дейін. Әркімнің ұны әртүрлі, сондықтан қоюлығына қарап отырып саламыз. Менде 380 грамм ұн кетті. Ең бастысы массамыз қатты қою болып кетпеу керек. Сонан соң ең соңынан сұйық майымызды құямыз, барлығын жақсылап біркелкі массаға дейін араластырамыз. Енді кекс формасы ретінде күнделікті шай ішетін кеселерімізді қолданамыз. Қамырдың бұл мөлшерінен 6, 7 немесе 8 кекс шығады. Кеселерімізді жақсылап сұйық маймен майлап шығамыз, түбін, жан-жағын барлығын. Содан кейін кесеміздің ортасына дейін қамыр құйып шығамыз, 3-4 қасықтай қамыр кетеді. Менде 7 дана кекс шықты осы қамырдан. Егер сізде бұдан да кішірек кесе болса, соны қолданғаныңыз дұрыс болады. Сонда жалпақ емес, кішкентай кәдімгі форма қолданғанда кекстер шығады. Әсемдік үшін бетіне қандай бір варенье салсаңыз болады, немесе мен секілді мак сеуіп қойсаңыз болады. Енді кекстерімізді пешке саламыз. Міндетті түрде пештің салқын кезінде салыңыз, алдын ала қыздырудың қажеті жоқ. Себебі кесеміз сынып кетуі мүмкін. Ал салқындай салсаңыз кесеңізге еш нәрсе болмайды. Міне менің кекстерім 180 градуста 45 минутта осындай болып әп-әдемі қып-қызыл болып пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай кеседен кекстеріміз өте оңай ажырайды. Ал кесеміз осындай болады, тез кетеді, яғни жууға оңай, уайымдамаңыздар. Кекстеріміз сондай дәмді, дүкендегіден де дәмді жұмсақ, влажный болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің отбасыма өте қатты ұнады, әсіресе балама. Ал сіздерге рецепт ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Және де осындай керемет рецептерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын.